IT саласы сан түрлі бағыттар мен тармақтарға бөлінеді. Солардың негізгілеріне тоқталып өтейік. Біріншісі веб-программалау. ВКонтакте, Facebook, әртүрлі интернет-магазиндер. Ол интернеттегі барлық сайттар. Веб-программалаумен қатар жүретін ол мобильдік программалау. Бұл смартфондағы барлық қосымшалар. WhatsApp, Telegram, Kaspi сияқты қосымшалардың барлығы мобильдік программистермен жасалады. Келесі Game Development. Бұл компьютердағы, смартфондағы, PlayStation немесе Xbox'тағы барлық ойындар. Мысалға GTA, FIFA, Dota. Келесі Desktop программалау. Ол компьютеріңіздегі Excel, Word, Zoom сияқты программалардың барлығы. Бесінші бағыт ол жасанды интеллект, нейрондық жүйелер. Google'дың іздеу жүйесі, Shazam, Face ID. Тілдерді автоматты аудару сияқты нейрондық жүйелердің барлығы жасанды интеллект программистерінің көмегімен жасалады. Келесі Data Science. Үлкен ауқымды